Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арука Микс. Менің видеома арнамаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сіздердің өте жақсы көретін ойын «Я жоқ» ойыны. Және де бүгін анам кадрдың сыртында отыр, анам екеуміз сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеруге тырысатын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер, сонымен қатар лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, міндетті түрде менің осы YouTube арнама тіркеліңіздер, өткен жақын арада өте керемет видеолар шығады. Және де арнамда пранктар, осындай ойындар, челлендждер, сонымен қатар көптеген лайфстайл видеолар көбейе түседі. Осы видеоның астында 40 000 лайк жиналғанға дейін лайк басып үлгерсеңіздер, сонымен қатар менің арнамда 400 000 тіркелуші жиналғанға дейін тіркеліп үлгерсеңіздер, жаңа жылда қалаған сыйлықтарыңызға ие боласыздар. Ойынның ойналуы және де шарты өте оңай. Анам маған кез келген сұрақтар қояды, әсіресе қызықты сұрақтардың барлығын қазір қоятын болады қазіргі видеода. Ал мен де наушник және де мен музыканы барлық дыбысында тыңдап отырамын. Ең жоғарғы дыбысымен, яғни ең қатты дыбыспен тыңдап отырамын. Және де анамның сұрақтарына тек қана я немесе жоқ деп қана жауап беретін боламын. Ал ендеше көп сөзбай видеомызды бастайық. Мен қазір жаңа жылдық өлеңдер, әндер, музыка тыңдайтын боламын. Ал енді бастайын. Сіздер дайын болсаңыздар, кеттік. Жайырақ айтасыз ғой музыка, сұрақтарды жайырақ айтасыз ғой? Иә, жайырақ. Мен естіп қоймайын. Иә, бастады. Менде музыка. Иә, сен мектепте өзің жұмыстарыңда ұйықтап қаласың ба? Жоқ. Аружан, сен балалық кезіндегі достарыңмен араласасың ба? Иә. Аружан, қазіргі уақытта біреуді ұнатасың ба? Иә. Анам күліп жатыр достар. Мен анамның сұрақтарын мүлде естіп тұрған жоқпын. Менде музыка өте қатты, жаңа жылдық музыка. О, адамның түрі өзі келбеті әдемі ма? Иә. Ой, қандай керемет. Самайын Бірақ сен оны мазақ еткенді ұнатасың ба? Қайтадан, сен оны мазақ еткенді ұнатасың ба? Иә. Оған күніге телефон шаласың ба? Жоқ. Жай ғана рандомды жауап беріп жатырмын. Кез келген я жоқ деп. Ал сол. Сұқтан, анашым. Менде музыка бітіп жатыр қазір. Бірақ естіген жоқпын. Ол саған сыйлық жасады ма сол адам? Иә. Ал сен оны туған күніне өрмекші сыйлағаның рас па? Иә. Ол адам спортпен айналысады ма? Жоқ. Сонда толық адам ба? Иә. Сен сол баланың бетінен сүйдің ба? Иә. Анам маған сұрақ қойды сосын. Аружан, сол балашы? Содан кейін сен оны шапалақпен ұрдың ба? Жоқ. Ал басқа қызды ұрды ма? Жоқ. Ол сені ұнатады ма сонда? Иә. Ол балаға сен өрмекші сыйладың ба? Иә. Өрмекшіні үйіне алып кетті ма ол? Жоқ. Далаға тастап кетті ма? Жоқ. Енді жеп қойды ма? Иә. Достар, анам кадрдың сыртында өте қатты күліп отыр. Және де мен анамның қандай сұрақ қойып жатқанын мүлде білмеймін. Менде тек қана музыка, жаңа жылдық. Не дейді сол өрмекші дәмді болды дей ма? Иә. Болашақта мұғалім болғың келе ма? Жоқ. Болашақта миллионер боласың ба сонда? Иә. Не сұрақ қойып жатыр достар анам? Аружан, сен ағаю дегенді кәдімгі Северный полюста көргенге армандайсың ба? Иә. Ұйықтайтын кезде айнаға қарайсың ба? Жоқ. Достарыңды жиі алдайсың ба? Иә. Ал олар сенің жиі алдай ма? Жоқ. Енді солың дұрыс па енді сонда? Иә. Менің сумкамнан рұқсатсыз ақша алып көрдің ба? Жоқ. Папаның портмонынан алып көрдің ба ақша? Иә. Батыржанға біз жоқ кезде көп әдемі тамақтар алып бересің ба? Иә. Анам күліп жатыр достар, кадрдың сыртында отыр. Сен мектепке машина айдап барасың ба? Жоқ. Ал студент болғанда машинамен барасың ба? Иә. Ал Аружан, таңертең төсегіңді жинайсың ба? Иә. Аружан, сен бөлмең шашылып жатады ма? Иә. Комнатаңды күнде жинағың келіп жүр ма енді? Қойдыңыз ба сұрақ? Жоқ. Аружан, сен жираф болғың келе ма? Иә.
Жираф ең әдемі жануар ма саған? жоқ. Аружан, сен бөлмеңде тышқан бар ма, тышқан? Я? Анам, Тышқанға күнде тамақ бересің ба? сұрақ па? Жоқ. Ол аштан өледі ма сонда? Я. Кірпіш бар ғой, кәдімгі үй соғатын кірпішті. Соны созуға бола ма? Я. Аружан, сен бір аяқпен тұра аласың ба? Я. Ал жерге баспен тұра аласың ба? Я. Аружан, сен сурет салуды білесің ба? Жоқ. Ал жазуды білесің ба? Жоқ. Аружан, сен Сұрақ қойып жатсыз ба? Аружан, сен емтиханға шпаргалка пайдаланасың ба? Я. Соны күшті санайсың, е? Я. Саған бір жігіт сөз айтты ма? Я. Сен бірақ оған жауап бермедің ба? Жоқ. Қонаққа тамақ жеу үшін барасың ба? Жоқ. Енді салат жеу үшін ба? Я. Жаңа жылда шампанский ішесің Я. ба енді? Оған кім, папа мас бола ма? Жоқ. Кім, Батыржан мас бола ма? Жоқ. Мама мас бола ма? Я. Аружан, сен күнде Жоқ. сабаққа барғанда. Жоқ, Аружан, сен күнде сабаққа барғанда тапсырма орындамай барасың ба? Я. Сонда сабақ оқымайсың ба? Жоқ. Аружан, сен автобус айдай аласың ба? Жоқ. Ал самолетті айдайсың ба? Я. Аружан, енді бізбен таныстырасың ба сол баланы? Я. Ақшаң көп болса, одан да көп ақша болса, миллиондаған, миллиардтаған, бәріне таратып бересің ба ақшаны? Я. Ал барлық адамдарға тегін көлік алып беретін бе едің? Жоқ. Аружан, сен ұйықтар алдында өлең айтып, елдің бәріне маза бермейсің ба? Жоқ. Енді не істейсің, жылайсың ба? Я. Аружан, сен күнде үйге келгенде маған тамақ беріңдер деп айтасың ба? Жоқ. Енді не дейсің, шай ішем дейсің ба? Я. Аружан, үйде ешкім жоқ кезде маманың киімдерін бәрін киіп аласың ба? Я. Маманың киімдері ұнай ма саған? Жоқ. Жай ғана қызық үшін киесің ба сонда? Я. Сен күнде ыдыстарды ебедейсіз болып сындырасың ба? Я. Ол үшін анаң ұрса ма саған? Жоқ. Орнына басқа сатып аласың ба? Я. Аружан, сен жиі ғашық болып қаласың ба? Я. Ал бірақ оларды ұмытып кетесің ба бірден? Жоқ. Қазіргі кезде жігітің бар ма? Жоқ. Бірақ ойлап жүрсің ба? Я. Сонымен маған айтасың ба жігітің болса? Жоқ. А папаға айтасың ба? Жоқ. Енді Батырға айтасың ба? Я. Жігітіңнің ақшасын көп құртқың келіп жүр ма? Я. Жігітіңе сол кезде велосипед сыйлайсың ба орнына? Я. Ал өзің де бір велосипед аласың ба? Жоқ. Өзіңе күшті машина аласың ба? Я. Жігітің күнде 2 ала ма сабақтан? Жоқ. Күнде 3 ала ма? Я. Ол бірақ 3 деген бағаны жақсы Я. санай ма? Я. Сен де оған дұрыс дейсің ба? Жоқ. 2 ала дейсің ба? Я. Сен оған күнде айқайлайсың ба? Жоқ. Енді анда-санда ма? Жоқ. Прям сағат сайын ба айқайлаған? Я. Бүгін енді құпияның бәрін айттың ғой, я? Я. Осымен құпия бітті ма? Жоқ. Жалғасы бола ма осы видео? Я. Екінші бөлімде түсіреміз ба? Я. Молодец. Алысымен достар, бүгінгі видео аяқталды, тәмамдалды. Сіздерге бұл видео ұнағанына сенімдімін, міндетті түрде лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Неғұрлым көбірек лайк басып тіркелсеңіздер, соғұрлым көбірек видео шығаратын боламын. Алысымен видео аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.